Сәлеметсіздер ме, менің тұрақты көрермендерім. Бүгін біз сіздермен бірге тамаққа қосатын томат, яғни қолдан жасалған томат жасайтын боламыз. Ол үшін бізге осы заттар ғана қажет. Ең алдымен тазаланған қызанақтарды таразыға саламыз. Себебі болгар бұрышы екеуінің мөлшері бірдей болу керек. Менде шамамен 470 грамм шықты. Дәл осылай болгар бұрыштарында 470 грамм өлшеп аламыз. Әрине, болгар бұрыштарының жақсы сортын таңдағандарыңыз дұрыс. Себебі тамақтың дәміне өте көп маңызы бар. Таразымызды қосамыз. 470 грамм шамасында өлшеп аламыз. Болгар бұрыштарының қалың, қып-қызыл түрі әдемі болады. Менде кішкене жетпей қалды. Тағы да 1-2 бұрыш турап жіберейін. Аха, осы жеткілікті. Енді қызанағымыздың үстіне қосамыз. Келесі кезекте біз аскөкті дайындаймыз. Бұл да біздің болашақ томатымыздың көркін ашып, дәмін келтіреді. Аскөктің қалың жерлерін алып тастаймыз. Барынша майдалап тураймыз. Ал енді блендерге дайындалған қызанақтарымыз бен болгар бұрышын саламыз. Барынша майдалаймыз. Осындай бір ыдысқа құямыз. Дәл осылай дайындап қойған затымыздың барлығын өткіземіз. Блендермен шамамен 10, мүмкін 15 секундтай айналдырамыз. Міне, біздің қоспамыз дайын болды. Араластырамыз. Майдалап тураған аскөк, яғни укропты саламыз. Тұздаймыз. Және тағы араластырамыз. Бұл жолы кішкене көбірек араластырамыз, себебі біздің тұзымыздың толықтай ерігені қажет. Әркімнің үйінде осындай кекске арналған формалар бар. Бұл формалар бізге не үшін керек? Әр томаттың порциясын өлшеп дайындау үшін керек. Формаларды осындай подностың үстіне қоямын. Формалар бір-біріне тимей, дұрыс ретпен тұрған дұрыс. Болдық. Енді дайындалған қоспамызды осы форманың ішіне салып шығамыз. Бетін тегістейміз. Осылай барлық форманың ішіне салып шығамыз. Мен дәл осылай томатты бірнеше жылдан бері жасап келе жатырмын. Қыстың күні дәмі әдемі болады. Міне барлығы дайын, барлығының беті тегіс. Дәл осы күйінде мұздатқыштың ішіне 3-4 сағатқа қалдырамыз. Томаттарымыз қатты, көріп тұрғандарыңыздай. Бұның сырты оңай ашылады. Осылай ашып тастаймыз форманы. Міне қараңыз, роза күйіндегі әдемі томаттарымыз дайын болды. Енді бұл томаттарды әдеттегідей пакеттің ішіне саламыз. Кез келген тамақты қуыру барысында бір роза гүлін салып жүрсеңіз, тамағыңыз қызарып, дәмі жазағыдай болады. Міне қараңыз, қандай әдемі. Ішінде барлығы бар. Қызанақ та бар, болгар бұрышы да бар, укроп та бар.
Міне осы күйінде мұздатқыштың ішіне саламыз. Дәмі сол күйі тамағыңыздың әрін береді, дәмін береді. Менімен болғандарыңызға рахмет, сау болыңыз. Ұмытып бара жатыр екем, сіздердің қолдауларыңызды күтем. Лайк пен комментарий күйінде. Рахмет.